Сіздермен бірге арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді міндетті түрде комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, бүгін менде жаңа видео. Бұл видеомыздың тақырыбы отбасы екінші сериал. Достар, мен 5 күндей видео шықпай кетті менің арнамда. Сол себепті сіздерден кешірім сұраймын. Менде уақыт болмады дегендей. Ал кешегі сериалымызды ешкімге айтпайсың, уәде бер. Я, жүр кетпей онда. Не болды? Не болды Арсен? Не болды Арсен? Молан доп тиді. Қандай доп тиді? Не болды? Айтшы дұрыстап. Не болды? Короче, біз волейбол ойнап жүргенбіз. Өзі бізге жағаласты да, доп тиіп кетті басына. Енді қызым, біз саған табыстадық қой, қарасын деп. Қарамайсың ба енді? Бала қарап жүрсің, волейбол неге ойнайсың? Осы сендер түсінбеймін бар ғой. Енді мама. Жарайды. Біз қазір жұмысқа кетеміз. Арсен ұйықтаймыз. Арсен? Жоқ, ұйықтамаймын. Ұйықтаймыз. Мені де алып кет. Мама алып кеттіңізші, қызым. Қазір ұйықтаймыз екеміз. Сосын біз жұмысқа барамыз, жарайды ма? Қызым, сосын мамаң бірдеңе айтам деген саған. Жарайды, мама не айтасыз? Бізге түске қарай қонақтар келеді. Ойбай, кешке қарай көз. Соған дайындал. Заттарды дайында. Торт анау пирог пісіре берші, үйді де жинап қоя салшы дегенім ғой. А то біздер келмейміз. Жарайды. Жүра ғой, Арсен, ұйықтаймыз, келе ғой. Әлде. Бар, кімді ауыстырып алайын? Так, не кисем болады. Мынаны киім ба? Давай. Жоқ, я не очень ба. Кей беріңші, бәрі емес ба? Кеттім. Шошым тарап алайыншы. На кремді жоқ болайын. И все, кеттім. Қызым, менің жұмыс сөмкем қайда? Білмеймін, алдында Арсен ойнап жүрген. Ол енді қайда, тауып берші, қызым. Мен қазір асығыспын. Тоф, жарайды. Мәңіз әке. Жарайды, рахмет. Бол анасы. Я қазір міне болдым, барып енді киімді ауыстырып алайын. Тез болшы, уақыт аз қалды. Я. Так, қызым, не кисем болады? Күн суық па? Қалай күн? Нормально. Осы очкиді кисем бекен. Онда розовый киім керек. Осыны киеңіз, осылай барсаңыз болады. Қойшы, мына үйге келдің киім ғой. Мынаны киін ба? Білмеймін, анаш. Болшы. Туф, қазір я мынаны киін ба? Бұл өзіме де ұнамайтшы. Мынаны киін ба? Қойшы. Туф, мама мынаны кие салсаңызшы, әдемі болып тұр ғой. Не, керемет. Айна қайда? Жарайды, мен кеттім. Давайте, қызым, үйдің барлығын жинап қой, жүре ма? Аха, 1000 сағат күттім ғой тегі. 1000 сағат емес шығар енді. Вообще сағат болмады ғой. Жүр кеттік. Давайте, қыздарым. Так, үй жинайық. Алдымен мен өзімнің комнатамды жинайын. Вроде нормальный комната. Киім жинау керек. Киім жинағанды жек көрім бар ғой. Үстіп салайықшы. Мұнда маскам тұр. Мұнда салайын ба? Жоқ, тұра берсін. Келесі мама. Нені алып керек? Плесостарды. Мына плесосты барып мына жаққа қояйын. Бар енді жұмысыңды атқар. Мен осы жақтан істеймін. Енді бұл жақты істеп болдым. Келесі комната. Так, болдым. Стоп. Бірінші үй жинау керек еді ғой. Жайды істей берейінші. Бәрібір главный жинадым ғой. Келесі комнатаны пылесос істеп жатыр. Кухня. Ыдыстарды жуу керек әлем. Болдым. Келесі комната. Мынауды бір шашып тастаған ғой комнатасы. Жарайды, жинау ек бірінші. Бұл осында қоя саламыз. Песос. Болдым. Үй жинап барлығын болдым. Енді шаң сүртейік. Алдымен терезе сүртіп алайық. Мына терезені сүртейік. Так, терезелердің барлығын сүртіп болдым. Енді не істесем болады? Шаң сүртейік. Шкафтыкын сүртейік. Маған біреу қоңырау шалып жатыр ма? Жарайды, бұл кім екен? Айдана, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, менде барлығы не болды? Не үшін қоңырау шалдың?
далаға шығасың ба дегенмін ғой. Барлық қыздар болып жиналып жатырмыз, далада ойнап жатырмыз. То есть волейбол барып ойнайық, короче, ойнаймыз деп жатырмыз. Сен де ойнайсың ба дегенмін ғой. Мен бе? Я сен. Мен қалай айтсам болады. Тез болшы, бізде уақыт жоқ. Қазір неге баруымыз керек? Кафеге. Не, кафеге барайын деп жатырсыңдар ма? Иә, қазір ғана біз 1000 теңгеден жинадық та, енді кафеге барайын деп жатырмыз. Мен болды, давайте. Шығасың ба, шықпайсың ба? WhatsApp-қа жаза салшы, менде уақыт жоқ. Той шыққым да келіп тұр, шықуға да болмайды. Үйді жинадым, отстыру керек. Мә, саған вообще бар ғой. Вообще мамалар ұрсады. Не үшін жинамайсың, мына үйде отыр деген секілді. Жарайды, шықпай ақ қояйын ба? Шықсам екен. Достар, осымен біздің екінші сериал аяқталды. Всем пока.